Изімге берілген адам соқыр боларын білеміз. Оның дәлелі кейсі кейіпкерімізден білесіздер. Жанында жүрген сүйіктісінің бір ауыз өтінішін жерге тастамай, кешқұрым көлік басқаруға рұқсат береді. Сөйтіп тәртіп сақшыларының көзіне түседі. Құқықтық тәртіп жедел профилактикалық іс-шарасы аясында бұл көлік тоқтатылып, жүргізушінің құжаты тексерілді. Өкінішке қарай, көлікті басқарған 19 жастағы бойжеткен әлі жүргізуші куәлігін алмаған анықталды. Демек, бұл заңға қайшы әрекет. Нәзік жанның көңілін қалдырмау азаматтық іс, алайда Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзушылық туралы заңнамасы мүлде басқа, заң ортақ. Сондықтан да кінәлі азаматтың көлігі айыптұраққа қамалды. Ағымдағы жылдың 31 қазан айының Ақтау қаласы Мираж 6 жасағы бойынша түстік. Қызмет атқару барысында, құқықтық атты жедел іс-шарасы өткізілу барысында круз автокөлігі тоқтатылды. Жүргізушінің құжаттарын тексеру барысында жүргізуші куәлігі алмаған анықталды. Қазақстан Республикасының 211 тармағына сәйкес жол ережесінің әкімшілік құқық бұзушылық кодексінің 612 бабының 2 тармағына сәйкес әкімшілік хаттамасы сақталып, автокөлік айыптұраққа жабылды қазіргі таңда. Міне, куә болғанымыздай, өткен аптаның бір тәулігі ішінде бірнеше жүргізуші алкогольді және есірткі текті затты пайдаланып, көлік құралын басқарған. Абырой болғанда, тәртіп сақшыларының қырағылығының арқасында қолға түсіп, тиісті жауапкершілікке тартылды. Ал енді олар қолға түспегенде не болар еді? Өзгеден бұрын өзіне толық жауап бере алмайды, себебі иесінен адастыратын заттың буымен жүріп келеді. Соның салдарынан өзге көлікпен соқтығысып, ғимаратқа ұрылып немесе адам қағып кетуі әбден мүмкін. Қайғылы қаза болып кетсе, қайтеді? Ондай кезде сіз әкімшілік емес, қылмыстық кодекс бойынша жауапқа тартыласыз. Төленетін айыппұл әлдеқайда жоғары болады. Ең өкініштісі, бас бостандығынан да айырылу мүмкінсіз. Тым болмаса, үйіңізде сізді асыға күтіп отырған отбасыңызды, бауырларыңызды, тумаларыңызды ойлаңыз. Оларға мұндай қателік тым ауыр болады. Сондықтан алдағы уақытта көлік басқаратын кезде ішімдік ішпеңіз, есірткі текті зат пайдаланбаңыз. Көмек қажет болса, құқық қорғаушыларға хабарласыңыз, себебі олар әрдайым сіз бен біздің қоғамның тыныштығы үшін қызмет етеді. 29 қазан күні шамамен түнгі сағат 1:30 шамасында 21 шағын аудан маңында жол апаты тіркелді. Куәгерлердің айтуынша Toyota Camry көлігі жоғары жылдамдықпен жүрген. Жүргізуші көлікті басқара алмай алдында тұрған ғимарат қабырғасына қатты соғылған. Салдарынан көлік оқиға орнында өртке оранған, ал иесі алған жарақаттың кесірінен сол жерде көз жұмған. Алысқа жолға шықсаңыз, ән айтуға дайын болыңыз. Ол үшін көліктегі күйтаспаның қажеті жоқ, тіпті ерекше дауыстың да керегі шамалы. Бастысы, көңіл күйіңіз болса болды. Мамандардың айтуынша бұл жоба жолдағы апаттың санын азайтуға себеп болмақ. Әзірге пилоттық жоба Нұр Сұлтан Щучинск тас жолында дыбыс жолақтары орнатылды. Сағатына 90 шақырымдық жылдамдықпен өтсеңіз, Хакім Абайдың көзімнің қарасы әнін айтасыз. Мұндай жолдар ақш, Жапония, Германия, Қытай секілді елдерде бар. Шетелдік тәжірибені біздің елде де кеңінен қолдану жоспарланған. Егер жоба жақсы нәтиже берсе, мұндай дыбыстық белгілер еліміздің ең қауіпті жолдарында орнатылады. Ал мынау шетелдегі мысал. Жиырма 26 қазан аралығында республика көлемінде қару жедел профилактикалық шарасы өткізілді. Оның мақсаты қару пайдалану арқылы орын алатын қылмыстардың санын азайту. Облыс бойынша мыңдаған азамат және тиісті рұқсатнамасына сәйкес қарулары тексерілді. Орын алған заң бұзушылықтары бойынша қару иелеріне қатысты Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзушылық заңнамасына сәйкес хаттама жасақталды, қарулары тәркіленді. Облыс бойынша іс-шараға жалпы саны 200-ден астам қызметкер жұмылдырылып, 1702 қару иесі мекенжайы бойынша тексерілді. Тексеру барысында заңсыз айналымның барлығы 4 қару және қаруды сақтау, алып жүру ережелерін бұзған үшін 42 қару тәркіленген. Қару иелеріне қатысты Қазақстан Республикасы әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 482, 484, 486 баптары бойынша 69 әкімшілік хаттама толтырылды.
Демалыс күндері Ақтау қаласы әкімі Нұрдәулет Қилыбай мен оның орынбасары Әбілқайыр Байпақов бастаған әкімдік қызметкерлері және жергілікті полиция өкілімен бірлескен топ қаладағы бірнеше нысанға кезекті мониторинг жұмыстарын жүргізді. Маңғыстау облыстық бас санитарлық дәрігердің 2020 жылдың 21 қазан күнгі нөмірі 42 қаулысына сәйкес кафелер мен мейрамханаларға сағат 22:00-ге дейін ғана қызмет көрсетуге рұқсат берілген болатын. Алайда ережені ескермей қызмет көрсетіп тұрған бірнеше кафе анықталды. Қоғамдық ас ішетін орындардың иелерінен түсініктеме алынып, акт толтырылды. Аталған нысан иелеріне әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодекстің 425 бабына сәйкес 30 мен 200 айлық есептік көрсеткіш аралығында айыппұл салынбақ. Айта кетейік, елімізде індеттің алдын алу мақсатында қабылданған бас санитарлық дәрігердің қаулысының орындалуын бақылау мақсатындағы мониторингтік топ жұмысы күнделікті жалғаспақ. Қосымша ақпарат болсын. Соңғы кезде елімізде эпидемиологиялық ахуал нашарлап келеді. Себебі қазір тәулігіне 400-500 адам COVID-19 диагнозымен тіркеліп жатыр. Науқастар саны өсе беретін болса, елімізде қайтадан күшейтілген карантин режимі енгізіледі. Сондықтан сақтық шараларын сақтауды ұмытпаңыздар. Көпшілік орындарда бетперде тағып, антисептик қолданып жүріңіздер. Бүгінге айтар ақпарат легі осымен тәмам. Құрметті көрермен, егер сіз оқыс оқиғаның, төтенше жағдайдың немесе қандай да бір заң бұзушылықтың куәгері болсаңыз, экранымызда көрсетілген нөмірге хабарласыңыздар. Кездейсоқ куәгер айдарына өздеріңіздің фото және бейне жазбаларыңызды жолдаңыздар. Ел тыныш, жұрт аман болсын.